Қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай нұсқадағы викториналық сұрақтарды қалай жасауға болатынын үйрететін боламын. Бұл жерге сіз өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыз да болады. Мен үлгі нұсқасында осындай фигуралардан жасағым келіп тұр. Бала бұл жерде 4 бұрышты фигураны табу керек. Сол дұрыс нұсқасы қайсы деген сұрақ болады. Біз қазір ол фигураларды қалай жасағанымызды көрсетіп жіберсем болады. Осы жерде фигураларды жасау үшін бірінші вставкаға барасыз, фигуры таңдайсыз. Осы жерде фигуралардың әртүрлі нұсқасын таңдайсыздар. Яғни ромб таңдауға болады, тік төртбұрыш шаршы таңдауға болады, немесе шаршы жасауға болады, және де дөңгелекше шеңбер жасауға болады, және де үш бұрыш жасауға болады, немесе көп бұрыш жасауға болады. Менің нұсқамда көп бұрышты алған болатын, осындай көп бұрышты алуға болады. Және іштерін әртүрлі түстерге бояй аласыздар. Ол үшін заливка фигураға барып, әртүрлі түсті таңдай аласыздар. Өздеріңізге ұнаған түсті таңдап, әлде өзіңізге керек түсті таңдап, соны пайдалануға болады. Мен енді сіздерге дайын нұсқада көрсеткім келіп тұр. Ал жағы астындағы смайликтарды біз интернеттен алуға болады. Ол үшін Google-ға немесе Яндекске жазасыз, смайлик деп, сол смайликті шығарып беретін болады. Енді мен сіздерге дайын нұсқадан, осы нұсқадан қалай викториналық сұрақтардың дұрыс нұсқасын шығару жолын көрсеткім келіп тұр. Ол үшін бірінші алдымен сұрақты қоясыз балаға, 4 бұрышты фигураны тап деген сияқты. Немесе 4 бұрышы бар фигураны тап деген сияқты сұрақ қоюға болады бұл жағдайда. Ал енді осы нұсқаны басқан кезде дұрыс жауап шығатындай қалай жасайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші астындағы смайликтерге анимация қоятын боламыз. Анимацияны біз кез келген үлгіде жасауға болады, осы тұрғандардан. Мысалы, мен вылетті алатын боламын. Барлығына қойып шығасыз вылетті. 4 нұсқаға да вылетті қойып шығайық. Содан кейін енді осы мына фигураны басқан кезде дұрыс жауап шығатындай қалай жасаймыз. Ол үшін біз мына бір деген неге барып триггер қоятын боламыз. Триггерді қою үшін по щелчкуды басасыз, және де осы жерде прямоугольник 4. Яғни сіздер бұл кезде суреттеріңіздің атауын жаттап алу керек боласыздар. Қайсысы бірінші жасалып, сол бірінші болып шығады. Енді прямоугольник 4-ті таңдаймын. Одан кейін екінші оған да триггер қоятын боламын. Ол триггерді дәл солай таңдаймыз. Бұл жерде овалды қоямыз. Одан кейінгі суретке тағы да триггер қоямыз. Ол жерде де біз енді 6 бұрышты таңдаймыз. Одан кейінгісіне тағы да триггер қойып, бұл жерде біз ромб деген нұсқаны таңдайтын боламыз. Енді осы жерде баладан сұраған кезде ол негізгі нұсқасында былай шығып тұрады. Осылай шығып тұрады. Сіз сұрайсыз, қайсысы жағы 4 бұрышы бар фигура, немесе шаршы типтес фигураны таңда деген сияқты нұсқа бересіз. Бала таңдап басқан кезде дұрыс жауабы шығатын болады астынан. Егер мынаны таңдаса, онда қате деген. Бұл жерге звук та қосып қоюыңызға болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасауға болады. Бүгінгі сізге жасаған нұсқа ұнаған болса, лүпіл қалдырып лайк басуды ұмытпаңыз.